Жүгерінің пайдасы. Жүгеріні қалай тұтынған жөн? Сіз жүгеріні жиі тұтынасыз ба? Сізге жүгері туралы аздап мәлімет берейін. Жүгерінің отаны орталық және оңтүстік Америка. Ғалымдардың пайымдауынша жүгері планетамыздың ең ежелгі нан өсімдігі болып табылады екен. Перу жерінде жүргізілген зерттеулер барысында біздің заманымызға дейінгі 5-ші мыңжылдыққа жататын жүгері собығының табылуы оның ең ежелгі өсімдік екендігіне дәлел бола алады. Археологтар 1950 жылы Мексика жеріндегі Рио-Гранде аңғарында жүгерінің 750 дана собығын тауып алды. Алайда табылған собықтар заманауи сорттардың қабығынан ерекшеленеді. Көлемі аса үлкен емес, дәндері тым майда, 1/3 бөлігі ғана жапырақпен қапталған. Осы деректерге қарай отырып, адамдар жүгеріні осыдан 10 мың жыл бұрын танитын болған. Америкада жүгеріні майыс деп атайды. Мұндай атауды ойлап тапқандар ежелгі майя тайпалары екен. Ал майя тайпаларының майыстың бірнеше сортын өсіргені белгілі. Оның ішінде тез пісуге бейім қораз әні деген түрі бар. Қораз әні сорты көктау басталысымен 2 айда пісіп жетілсе, майыс қыз сорты 3 айда жеуге жарамды болады. Сондай-ақ майялықтар 5-7 айдан кейін пісіп жетілетін майыс кемпір атты жүгері түрін өсірген. Жалпы жүгерінің құрамында А, Б, С, Е дәрумендері, фолатин, ниатин, тиамин, калий, магний, крахмал, протеин, қант, түрлі пайдалы майлар, аскорбин қышқылы мен минералдарды, тұздар өте көп. Жүгеріні жиі пайдаланатын болсаңыз, холестерин деңгейін, асқазан жолдары қызметін реттейді. Оған қоса жүгері жүрек қан тамырлары жүйесінің дұрыс жұмыс істеуіне септігін тигізіп, теріге, шаштың өсуіне оң әсер етіп, қартаюдан сақтайды. Құрамындағы Б дәрумені ұйқысыздық, мазасыздықпен күрессе, С дәрумені иммунитеттің көтерілуіне, Д дәрумені тіс ауруларына, сүйектің қатаюына көмектеседі. Ал бетіңізге жүгері маскасын жасар болсаңыз, ажарыңызды келтіріп, теріңізді ағартады. Косметология саласында жүгері ұнтағы көптеп пайдаланылады. Мамандардың айтуынша, бауыр ауырса жүгері шашағын немесе талшығын пайдалану керек. Ол түйір дәріден әлде қайда пайдалы. Бұл үшін алдымен жүгері сабағын қабығынан және жапырақтарынан айырып алыңыз. Содан кейін шашақтарды қайнаған суға демдеп, шай тәрізді ішіңіз. Емдеу мерзімі науқастың жағдайына қарай, кейде жарты жылға дейін созылуы мүмкін. Ал еміңіз ойдағыдай әсер ету үшін жүгері собығы пісіп жетілген болуын қадағалаңыз. Өйткені піспеген жүгерінің емдік қасиеті мүлдем болмайды. Қазіргі жаз айында жүгеріні максималды түрде пайдалануға ұсынамын. Себебі жүгері біздің ағзамызға өте пайдалы. Ішек қатерлі ісігінің алдын алу үшін жүгерінің құрамындағы фолий қышқылы жақсы көмектеседі. Жүгері жүктілік үшін өте пайдалы. Онда Б дәрумені көп. Балалардың миы мен жұлынына да өте пайдалы. Сол себепті жүкті әйелдер үшін өте қолайлы. Құрамындағы Б1 дәрумені жүрегімізді дұрыс жұмыс жасауына көмектеседі. Инсульт алу қаупін азайтады. Сонымен қатар стресстен, альцгеймерден қорғай алады.
онда калория өте аз. Дәстүрлі Қытай медицинасында қан кетуді тоқтатуға, зәрдің бөлінуін күшейтуге, денені детоксикациялауға, гепатит сияқты кейбір ауруларға қолданған. Видео ұнаса лайк және комментария қалдырыңыздар. Сіздерге бұдан да құнды ақпарат беруге тырысамын.